Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің курстың екінші сабағы ас қорыту жүйесі. Ас қорыту жүйесі өздеріңіз білетіндей ауыз қуысынан басталады. Ол жерге ауыз қуысы, өңеш, жұтқынжақ, ұйқы безі, асқазан, бауыр, өт, тікішек, тоқішек, соқыршек осының барлығы ас қорыту жүйесіне жатады. Ас қорыту жүйесінің ең бірінші мүшесі бізге ауыз қуысы. Ауыз қуысының негізгі функциясы сілекей бөлу, шайнау және дәмді тану. Сілекейде көмірсу мен майды ерітетін ферменттер болады. Амилаза, липаза ферменттері. Осы ферменттер арқылы бізде тағам сілекейге шалынып, уже асқазанда қорытылуға дайындайды. Бірінші, сол себепті сілекейдің бөлінуі де бізге өте маңызды. Әртүрлі дәм барлық органға әсер етеді. Яғни сіздің дәм сезу болмаса, біздің асқазан сөлді дұрыс бөлмейді. Себебі сол дәмге қарай сөлді бөліп отырады. Тәтті болса көбірек, соған байланысты ферменттер, соған байланысты гормондар бөлініп отырады. Сондықтан дәм сезу бізде өте маңызды. Яғни дәм сезу дұрыс болмаса, онда асқазан, өт қабы, ұйқы без, ішек дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Екінші біздегі өңеш негізгі функциясы тамақты асқазанға өткізу. Біз шайнап жатқан кезде өңеш уже жұтуға дайындалып жатады. Егер сіз дұрыс тамақты шайнамасаңыз, асығыс үсігіс шайнап, бір-екі шайнап жұтасаңыз, өңеш бұлшық еттері босаңсымайды дағыны, өңеш дұрыс тамақты жеткізе алмай қалады. Яғни сіз кейде асығыс үсігіс шайнағанда шашалып қаласыз, жұта алмай қаласыз, сондай болады. Бұл сол кезде мысалы өңеш дайын емес деген сөз. Сіз асықпай шайнайтын болсаңыз, тамақты уже өңеш бұлшық еттерін босаңсытып дайындай бастайды, тамақ асқазанға еркін өтетін болады. Дұрыс жұмыс жасау үшін оған өңеш шырышты болу керек. Одан кейін өңеш пен асқазан арасындағы клапан бүтін болу керек. Яғни сіздер көріп тұрғандарыңыздай өңеш пен асқазан арасында мына жерде клапан болады. Ол бүтін болу керек. Себебі өт қышқылы мен асқазан сөлі ауызға кетіп қалмау керек. Егер өңеш дұрыс жұмыс жасамаса, сіздер білесіздер, кекіре бересіз, немесе тамаққа ауызға ащы дәм келетін болады, өттің дәмі келетін болады, ащы қышқыл дәм. Өңеш дұрыс жұмыс жасамайды деген сөзді. Сол себепті сіз егер де аузыңызға асқазан сөл, ащы қышқылтым дәм келіп жатса, онда өңеш пен асқазанның ортасында клапан дұрыс емес деген сөзді білдіреді. Келесі асқазанның негізгі функциясы ол асқазан сөлін шығару. Яғни асқазан сөлі бұл асты қорытуға арналған керекті сөл. Егер де асқазан сөлі дұрыс, сөлінің қышқылдығы жоғары не төмен қатты болып кетсе, онда ас қорыту жүйесі бұзылады. Витаминдер, минералдар сіңуі төмендейді. Сол кезде дефициттер бола бастайды. Ақуыз бен талшықтың қорытылуы, ферменттерді іске асыру асқазан және ас қорыту жолдарына осы асқазанда жүзеге асады. Минералды заттарды темір, кальций, калий, магний сияқты минералды заттар мен витамин В12-ні ішекте сіңірілу үшін белсендендіреді. Яғни бұл витаминдер, темір, мысалы кальций бірден барып ішекке барып сіңіп кетпейді. Ол бірінші асқазан қышқылдығымен араласып сіңуге белсенді болып барады. Егер асқазан қышқылы сізде дұрыс болмаса, онда сізде темір сіңбейді, далаға ішіп жатырсыз. Темір болсын, қандай витамин болсын, дұрыс емес болады. Сол себепті сізде анемия болса, темір ішетін болсаңыз, ең бірінші асқазан қышқылдығыңызды тексеріп, соны дұрыстап барып ішуіңіз қажет. Екінші бауыр және өт. Бауыр өтті шығарады, бізден оның негізгі функциясы май мен майда еритін витаминдерді өт арқылы қорыту. Демек, өт болмаса біздің бауыр дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Өт болмаса бізде витамин, майда еритін витаминдер, минералдар, май қорытылмайды деген сөз. Өт ұйқы безінің ферменттерін белсендендіреді. Көрдіңіздер ме? Егер өт дұрыс жұмыс жасамаса, барлық организм жұмысы бұзылады деген сөз. Бұл өт механикалық тұрғыдан келгенде бір кішкентай шырпы болады. Кішкентай ғана шырып,
сол ұстап тұрады. Егер ол шіріп болмаса, онда мына біздің неміз, құралымыз ол бір жағы қисаяды, не болмаса бір жағы бұзыла бастайды, екінші жағы бұзыла бастайды, майыса бастайды. Сол сияқты өт біздегі ең главный нәрсе. Егер осы болмаса, ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Егер ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамаса, демек бізде жайлап қан диабетіне апару мүмкін деген сөз. Себебі ұйқы безінде қант ыдырататын, глюкозаны глюкогенге ыдырататын инсулин гормоны бар, өт пен бауырдың жұмысы жақсы болу үшін бізде жеткілікті мөлшерде су ішуіміз қажет. Күнделікті өзіміздің нормамызды 2 литрге дейін су ішуіміз керек. Одан кейін ащы тағамдар болу керек. Ащы тағамдар дегеніміз бұл жерде жаңағы квашеный капустада ащы тағамға жатады, ащы қызыл бұрышта жатады. Арасында осындай ащы көкөністерді, ащы тағамдарды жеп тұрғаны дұрыс. Одан кейін ең бірінші пайдалы май болу керек. Таңғы аста пайдалы май жесеңіз, сіздің өтіңіз оянады. Себебі өт май болған жерде оянады. Дұрыс пайдалы май жесеңіз, өтіңіз дұрыс бөлінеді таңнан бастап. Күні бойына дұрыс жұмыс жасайтын болады. Одан кейінгі ұйқы безі. Ұйқы безінің негізгі функциясы ақуызды, көмірсуды, майларды қорытуға арналған ферменттерді шығару, яғни амилаза, липаза, протеаза. Бұл жерде бұның функциясы ферменттер шығару, одан кейінгі функциясы гормон, инсулин гормонын бөлу. Егер де ұйқы безі жаңағы өт дұрыс жұмыс жасамаса, ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамайды. Ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамаса, бізде ақуыз, көмірсу, май, витаминдер болсын сіңірілмейді. Жұмысы жақсы болу үшін өт дұрыс бөліну керек. Егер өт дұрыс бөлінбесе, ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамайды, жаңа айтып отқанымдай. Келесі жіңішке ішек. Жіңішке ішектің негізгі функциясы ферменттерді, жіңішке ішек ферменттері арқылы ақуыз, көмірсу, майды қорыту. Бұның да қызметі осы, үш жаңағы негізгі біздің макроэлементтерді қорыту. Қорытылған заттарды сол ішекте сіңіру, одан кейін витаминдер мен минералдарды сіңіру. Біздің осы ішек ең главный нәрсе. Осы ішекті 60-70% иммунитетіміз осы ішекте. Себебі оның бірлерінде микробиота деген болады. Егер осы біздің микробиотамыз дұрыс болса, онда витамин де, минерал да сіңеді, иммунитетіміз де жөнді болады. Себебі ішек бірлерінде бактериялар, пайдалы бактериялар орналасқан. Егер де ол пайдалы бактериялар азайып кетсе, немесе болмаса, оның орнына зиянды бактериялар басса, бізде иммунитет төмендейді. Ішекте токсиндер көп болса, витаминдер, минералдар сіңбейтін болады. Оның жұмысы жақсы болу үшін өт дұрыс бөліну керек. Яғни қабырғасы бүтін болу керек. Қабырғасы деп отырғанымыз тесік ішек деген естігендеріңіз бар шығар, Тесік ішек деген ол ішек тесіліп қалған деген сөз емес. Ішектің өзінде бірнеше қабат болады. Қалай түсіндірсем екен? Мысалға, қой сойғанды барлығыңыз білесіздер, ішек қарын ашқанды көрген шығарсыздар. Сол кезде қойдың ішегінде айналдырған кезде ішінде бір слой болады, ол слойды алып тастайды көбісі. Не болмаса май болады, майдың астында тағы да бір слой болады, байқасаңыздар. Вот сол слой тесіледі. Ол бізде ішекті қорғаныш слойы. Яғни ішектегі түскен пайдалы болсын, зиянды болсын, жаңағы тағамдар қанға өтіп кетпеу үшін ол ішекте қорғап тұратын ол пленка болады. Сол пленка жыртылған болса, тесілген болса, онда ішекке түскен токсиндер болсын, қандай болсын, элементтер болсын, ол қанға өтіп кетеді. Токсиндер болса қанға өтеді дағына, бізде уже интоксикация бола бастайды. Яғни оны қалай білеміз? Интоксикация бола бастады деген, бізде бетімізге аллергия шығуы мүмкін, экзема, псориаз шығуы мүмкін. Міне осының нәтижесі бізде токсиндер ішек арқылы қанға өтіп кетті деген сөз. Сіз ең бірінші осы проблемалар болса, ішегіңізді жөндеуіңіз қажет. Одан кейін минералдар, витаминдер ішіп жатсаңыз, тесік ішек болса сізде, онда сізде олар сіңбейді, далаға кетеді.
Себебі ішек барлығын сіңіретін органға жатады. Оның жұмысы жақсы болу үшін өт дұрыс бөліну керек. Яғни бізде өт дұрыс бөлінбесе, көріп отырсыңыздар, ұйқы безінің де жұмысы бұзылады, асқазанның да жұмысы бұзылады, ішектің де жұмысы бұзылады. Демек, бүкіл органдардың жұмысы бұзылады деген сөз. Қабырғасы бүтін болу керек, шырыш дұрыс болу керек. Яғни ішектегі шырыш слиз дұрыс болу керек. Себебі шырышты жерде ешқандай бактерия, вирус болмайды, шырыш тұрған жерде. Сондықтан қандай да біз мысалға тұмаумен ауырсақ та, біз сәл суықтап қалсақ та бірінші ішекке пробиотиктер ішуіміз қажет. Себебі ішектің микрофлорасын қалыпқа келтірсек, ол жердегі бактериялар өзімен өзі вирус пен бактериямен күресе бастайды. Сол себепті антибиотик ішуге болмайды. Антибиотик ішетін болсаңыз, сіздегі пайдалы бактерияларды өлтіріп тастайды да, сіздің иммунитетіңіз керісінше төмендеп кетеді. Келесі бізде тоқішек. Тоқішекте ойласаңыздар, бізде миллиондаған, миллиардтаған бактериялар осы тоқішекте. Яғни бұл жерде шіріту бактериялар болады. Осы жерде нағыз сіңірілетін орта осы жерде де болады. Бұл норма флора арқылы талшықтарды, яғни клетчатканы ферментациялау, яғни ферменттеу. Осы клетчатка арқылы бізде тағамдар сіңіріледі. Тағамдағы пайдалы элементтер бар ғой, витаминдер, минералдар осы тоқішек арқылы ағзаға сіңе бастайды. Тағамдағы минералдар, витаминдер тоқішек арқылы бізге сіңіп жұмыс істей бастайды. Амин қышқылдарының нормафлорасының бутераттардың витаминдерінің өндірілуі, яғни тағамдағы амин қышқылдары, витаминдер осы тоқішекте өндіріледі. Оның жұмысы жақсы болу үшін су мен талшықтың жеткілікті мөлшері болуы керек. Яғни сіз көріп отырсыздар, су міндетті түрде. Біз дұрыс жұмыс жасау үшін су керек. Даже гүлдің дұрыс өсуі үшін де су керек. Сіз гүлге біраз су құймай қалсаңыз, сола бастайды. Адамда да сондай. Сіз су бермесеңіз организміңізге, сіздегі органдар сола бастайды. Сіз оны білмейсіз, бірақ сізге сигнал береді, құрғақтықпен, жаңа басқа да сигналдар беруі мүмкін, бірақ сіз оны байқамайсыз. Одан кейін әртүрлі нормафлора. Нормафлора дегеніміз бұл жерде, яғни микрофлора, бұл жерге пробиотиктер қосып отыруымыз қажет. Жаңа квашни, капуста деген сияқты. Одан кейін клетчатка міндетті түрде болу керек. Клетчатканы көп адам түсінбейді, ол не деп сұрап жатады. Клетчатка дегеніміз кәдімгі көкшөптер бар ғой, сол клетчатка. Салат, листья болсын, укроп болсын, зелень болсын, петрушка болсын, осының барлығы клетчаткаға жатады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта ас қорыту жүйелерінің бұзылыстары және себептерін білетін боласыздар.